Барлықтарыңа сәлем достар, сендермен бірге мен Турбан Қазақ және де бүгін біздер достар әжені оятпа деген режимді Roblox ойында ойнайтын боламыз. Кеттік. Достар, осы видео басталмас бұрын өтініш лайк басып, комментарий қалдырып, каналға тіркеліп кетейік. Так, достар, міне көріп тұрғаныңыздай бізде Don't Wake Grandma деген ойыны. Бұл ойынды қазір 2600 адам ойнап жатыр. Бұл ойынның негізгі мақсаты әртүрлі тамақтарды ұрлау үйдің ішінен, бірақ сол ұрлаған кезінде әжеңді оятпау керексің. Итак, бұл ойынға кірейік. Итак, достар, біз кірдік. Енді давайте қазір игроктармен бірге кірейік осы ойынға. Touch to play дейді. Так, create басамыз және де игроктарды күтеміз. Итак, достар, міне ойын басталды. Бізге түсіндіріп жатыр қазір bring all the snacks back to your bed to stay quiet and not wake grandma. Осы ойында біздер әртүрлі тамақтарды, заттарды өзіміздің комнатамызға алып келіп, сол алып келген заттарды осы звуктар вообще болмау керек. Жай алып келу керек. Жай, өте жай. Әжені оятпау керек. Түсіндіңдер ма, достар? Бізге өте жай сөйлеу керек. Кеттік, бірінші затты бастайық. Осы затты алайық, суды. И оны осы жерге қою керек. Көрдіңдер ма? Мынаның үстіне қою керек бізге. Так, осылай жайлап жүреміз. Мына шкафты ашамыз. Шкафтың ішінде дым жоқ екен. Мына шкафтың ішінде дым жоқ. И мына шкафтың ішінде дым жоқ. Әзірше көріп тұрғаныңыздай, әне, әже ұйықтап жатыр. Сондықтан бізге көтеруге, то есть дауыс шығаруға болады. Мынаны қараңдар, ана қызыл полоса уже соңына дейін жетіп қалды. Күту керек, достар. Қараңдар, біздің комнатаға кіретін сияқты что-то. Анау маған дәл маған қарап тұр. Маған кірмейді деген ойдамын. Қайтадан барып ұйықташы, өтініш, пожалуйста. Қайтадан барып ұйықтаса, онда бізге жақсы, достар. Себебі ол бізді таба алмай қалады. Ал егер де осылай жүрсе, ол бізді табуы мүмкін. Мына қараңдар, жатуға да болады екен. Ойбай, менің комнатама жатқан сияқты ол. Жоқ, болды, ұйықтауға кетті ма қайтадан? Или жоқ па? Болды, ұйықтайды, достар. Қайтадан ұйықтауға кетті. Әзірше мына жерде жоқ екен. Так, мына жақта не бар? Мына екеуінде де жоқ екен. Ё-майо. Так, онда біз комнатамыздан шығайық. О, қай жерде ұйықтап жатыр? Көрдіңдер ме? Мына жерде ұйықтап жатыр. Бірақ ол оянып кетуі мүмкін. Оянып кетсе, ол бізге жаман негізі. Мынаны алып алайық. Ойбай, анау деген кәдімгідей толып қалыпты уже. Білген. Не істесек болады? Мына жерге тұрып қалайықшы. Таба алмайтын шығар да? Өтініш. Ей, мынау маған қарай келе ғой. Мынау бізді тауып алды ғой. Қалай болды бұл сонда? Мен сонда түсінбедім. Бұл әже бізді көре ма или көрмей ма? Мына әже кетіп жатыр қайтадан. Бірақ біз сонда қалай тығыламыз ол әжеден? Так, суымызды алып кетейік барып. Или маған вообще жай жүру керек па? Мен түсінбедім, бірақ көретін боламыз қазір. Так, мына затымызды да алайық. Бұл білмеймін не екен. Жоқ, бір-бірлеп алып келу керек екен, бір-бірлеп. То есть заттарды бір-бірден алып бару керек. Мына шкала тола ма екен, егер біз жай жүрсек? Иә, бұл толады екен. Так, жақсы, онда мына екінші суымызды да алып келдік. Так, мына комнатаға кірейік енді. Так, мына жақта тағы да бір зат бар екен. Так, тез кіріп кетейік комнатамызға. Қазір Grandmother тұратын болады. Есік жауып жіберу керек. Так, кроваттың астына кіріп алайықшы. Все, көрдіңдер ма? Кроваттың астына кіріп алдық, достар. И ол бізді таба алмады. Кроваттың астына кіру керек екен. Мен енді түсіндім, достар. Мен ойладым, басқаша ойнау керек екен. Яғни ол бізді көрмейді деп ойладым. Мен ойладым, чисто бізді звук арқылы табады деп. Оказывается, олай емес екен. Так, онда кеттік, тұрамыз қайтадан. Енді мына суды алайық туалеттің үстіндегі. И кеттік қайтадан. Бізге 15 сат толтыру керек. Қазір біз уже 4 сат толтырдық, достар. Тағы да кішкентай заттар толтыру керек. Где-то бір. Так, бізге әлі 9 зат жетпейді, достар. 9 зат толтырсақ, болды, өттік деген сөз осы енді. Так, мына есікті ашайық. Жоқ, бұл есік ашуы болмайды екен. Онда мына есікті ашайық. Так, мына есіктен қандай заттар бар? Мына жерде көрейік. Так, мынаның ішінде дым жоқ екен. Мынаның ішінде бар ма? Жоқ, мынаның ішінде де дым жоқ екен. Ойбай, анау қазір тұратын сияқты. Так, срочно тығылып қалу керек, онда бізге қазір бір-екі шаг жүрейік. Қараңды, тұрады анау. Болды, тұрды. Срочно тығыламыз, достар. Ол бізге келетін сияқты, біздің комнатамызға. Иә, біздің комнатамызға келатыр. Жоқ, кете қойшы, өтініш. Пожалуйста, бабушка, әже, керек емес. Кірмей-ақ қойшы бұл комнатаға. Иә, кетіп батыр. Кетіп батыр, достар. И ұйықта. Давай, ұйықта, пожалуйста. Все, достар, ол ұйықтап батыр. Кеттік, қайтадан іздейміз. Так, тұрамыз. И міне мен бір зат көріп тұрмын, бірақ мен тағы да іздегім келіп тұр. Міне таптық, достар. Міне, тағы да бір зат бар екен. Соны алайық. Осыны алып апарып тастайық. Бұл бізде хот-дог, достар. Хот-догты апару керек. Хот-дог күшті дәмді зат. Так, 5 зат жинадық, достар. 5. Енді бізге 10 зат қалды. Бұйырса қазір 10 затымызды жинап, осы ойынды өтсек болады. Так, енді мына суды алып алайық. Бірақ біз үйге жете аламыз ба қазір? Жете алмайтын сияқтымыз деп ойлаймын. Или жете аламыз ба? Жете аламыз екен. Так, есік жауып тастайық. И қазір бір-екі шаг жүреміз. Қараңдар, оянып кетеді. Болды. Кроваттың астына кіреміз. Өтініш, біздің комнатамызға кірмей-ақ қой. Көрдің ба?
а біз кроваттың астындамыз. Ол бізді таба алмайды. Біз кроваттың астында болсақ, бұл бізге өте жақсы көмектеседі. Бірақ мынау что-то кетпей тұр. Ей, баршы, ұйықташы. Не үшін келіп тұрсың сен мына жерге? Біз деген жатырмыз ғой. Сен бізді көре алмайсың. Так что ұйықта. Жоқ, мынау әлі ұйықтап жатқан жоқ, достар. Мынау әлі жүр. Ни в коем случае, достар, вообще өлуге болмайды. Себебі біздер уже 6 снэк тауып, егер өліп қалсақ, барлығы қайтадан басталады. Итак, болды, ұйықтауға кетті Grandmother, то есть бабушка кеттік, тағы да заттар іздейік, достар. Біздер қай комнатаға кірмедік? Біздер мына комнатадан әлі заттарымыз бар алатын. Так, сен алайық, бұл печенье бізде. Печеньені алып, барып қойып қайтайық. Так, печеньені қойдық, достар. Енді тағы да қандай заттар бар бізде осы комнатада көрейікші. Тағы да көп сияқты осы заттар осы комнатада. Тағы да бір печенье бар, оны да алайық. Так, бұны да қоямыз, бірақ мы қайта полоска толып қалыпты. Полоска өте толып қалыпты. Есікті жауып жүретін шығармыз. Себебі қазір біз таба алмайтын сияқтымыз мына комнатада тағы. Так, ұйықтаймыз, срочно кіреміз мыняқа. Бабушка біздің комнатаға келеді, отвечаю, енді келеді. Есікті ашып тексеріп, көреді, ұйықтап қалды. Қайтадан ұйықтап қалды. Так, мынаның ішінде заттар жоқ екен, достар. Болды, екінші этажда заттар біткен сияқты, достар, менің ойымша. Енді бізге мынаны алып қайту керек. Анан қараңдар, көріп тұрсыңдар ма түрін? Так, осыны аламыз. Анан түрін қараңдар, ұйықтап отқан. Кәдімгідей вахтадан келіп жұмыс жасаған адам сияқты. Мынаны да мына жерге қоямыз, достар. И бізде уже 9 снэк болды. Тағы да 6-ау қалды. Так, есікті ашып жауа берсек не болады екен? Оянды, енді қайтадан тығыламыз, себебі бізде шкала толып қалды, сондықтан мен оны шақырдым. Давай, біздің комната кір, тексер қайтадан. Мен жоқ екенмін, мен қайтадан жоқпын. Сондықтан барып ұйықта. Өтініш, бабушка, барып ұйықташы, пожалуйста. Неге әлі ұйықтамайсың сен? Әлі жүр, мынау ойландаршы, достар, әлі жүр. Все, болды, ұйықтайсың ғой да? Енді бізге, достар, бабушканың ұйықтап отқан комнатасына кіру керек сияқты, потому что барлығы екінші этажда бітті. Енді біздер тек осы астынан табатын боламыз. Кухняға кірейік, кухняда бар ма? Кухняда бар екен, достар, бір зат бар екен, оны алып кетейік та, и соны барып қойып қайтайық, себебі уже шкала толып қалыпты, көрдіңдер ма? Шкала өте тез толып жатыр. Так, қойдық. Болды, енді бізде 10 зат, достар, 10. 5-еу қалды. Так, қайтадан есікті ашып былай істеп тұрайық, себебі бабушка уже оянады. Қазір біздер срочно кроваттың астына кіреміз қайтадан. Енді біздің комнатаға кіре ма? Қайтадан кіреді. Неге екен? Неге біздің комнатаға кіре береді? Мына бабушка әлі ұйықтауға баратқан жоқ что-то. Ой, бар ұйық. Біз қозғалған жоқпыз ғой. Қалай бізді тап? Болды, достар, енді ұйықтауға кететін шығар? Болды, достар, ұйықтауға кет. Енді біздер ары қарай іздейміз. Кеттік, дәл сол комнатаға барамыз. Осы бабушканың қасындағы заттарды алайықшы болса, себебі мына жердегі заттар ең қиыны сияқты. Так, мынаны қараңдар, түрін қараңдар. Көрдіңдер ма? Бізге бірақ оған қатты жақындамау керек сияқты, себебі қатты жақын болсаң, онда ол одан да тез оянып кететін сияқты. 11-ші затымызды қойдық, достар, есікті ашып қайтадан жабамыз. Егер осы ойынды ойнасаңдар, достар, әдейі осы тактикамен ойнаң, себебі басқа тактикамен өту қиын сияқты. То есть бірінші, достар, заттарды ұрлайсыңдар, сосын барып комнатаға келесіңдер, бір заттан аласыңдар. Екі зат сразу керек емес, үлгермейсіңдер. Сондықтан тек бір затты алып, комнатаға кіріп, С кнопкасын басып, егер сіздер компьютерден ойнайтын болсаңдар, ағылшынша С немесе орысша С-ны басасыңдар, және осы кроваттың астына тығылып қаласыңдар. Так, бабушка бізде қайтадан ұйықтауға кетті. Енді бұл хороший знак. Так, мынаяқта әртүрлі комнатаға шығуға болады екен. Мына жерден мына блоксиарит деген затты алып, қайтадан барамыз базамызға. Базамызға деппін ғой, біздің өзіміздің комнатамызға, бөлемемізге. Так, бұны осы жерге қояйық, и 12-ші затымызды таптық. Тағы да алуға үлгереміз ба? Кеттікші, тағы да алып көрейікші. Мен өзім айттым жаңа, тек бір зат аламыз деп, бірақ кеттік үлгеру керек бізге, достар. Анау толып қалыпты, линия толып қалыпты, срочно түрде есікті жабамыз да, и үлгердік, достар. Екі зат алып үлгердік, енді қайтадан кроваттың астына тығыламыз. Неге біздің комнатаға кіре бересің сен? Қорқытпа адамды олай. Так, достар, бабушка дәл артымызда тұр. Көріп тұрсыңдар ма? Дәл артымызда тұр. Бірақ ол бізді әлі таба алмайды. Қозғалсақ ше? Қозғалып отырсақ табам екен? Жоқ, таппайды екен. Так, болды, бабушка қайтадан ұйықтауға кетті, достар. Біз қайтадан шығамыз. Осылай поза етеміз и кет. Енді қай комнатаға барсақ болады, достар? Біз сыртқа шығуға болатын сияқты, бірақ міне кофе тұр. Кофені де алсақ болады. Бұл кофе емес, бұл кнопка ма? Қалай? Біз бұны ала алмайтын сияқтымыз. Мына есікті ашайық. И міне печенье жатыр. Осы печеньені алу керек, достар, әдейі. Мына жақта даже сыртқа шығуға болады екен, достар. Ойландаршы. Сыртқа шығуға болады. Так, біздер кеттік. Жүгіреміз. Давайте, пока Grandma ұйықтап жатқанша 14-ші затымызды толықтырдық, достар. Енді тек бір зат қалды. И біз осы ойынды өтеміз. Әзірше есікті жауып тұрайық, себебі қазір оянып кететін сияқты бұл. Сондықтан шкала толып қалыпты. Қайтадан кіреміз кроваттың астына, тез и тығыламыз. Конечно же, біздің комнатаға кіресің. Сен білесің, что мен осы жерде екенімді. Конечно, қалай екенін білмеймін, бірақ қалай біледі, что именно дауыс
осы комнатадан шығып жатқаны. Әлі жүр анау, әлі ұйықтамай жүр. Өтініш досым, тез ұйықташы, және біз соңғы осы бір затымызды жинап алайық. Пожалуйста. Все, ұйықтауға кетті достар. Ұйықтауға кетті достар. Енді біздер шығамыз, және де соңғы затымызды ұрлайтын боламыз. Бұны қай жақтан ұрласақ болады? Соңғы рет түріне қарап кетейік. Мына бабушканың ойбай кәдімгідей ұйықтап жатыр ғой мынау деген. Мына жақта заттар көріп тұрған жоқпын. Онда кеттік достар. Мына жақтан алайық, кухнядан, немесе тағы да комната бар екен мына жақта. Бұл жақтан, жоқ, бұл жақта жоқ екен достар. Онда мына затты ала салайық. Ойбай, мына шкала толып қалыпты достар. Мынаның астына кірсек бола ма? Иә, болады екен. Бірақ біздер қайтадан комнатамызға барайық, себебі біз зат таба алмадық. Бірінші рет зат таба алмадық. Срочно кроваттың астына кіру керек, себебі шкала толып қалды. Бабушка қайтадан біздің комнатамызға келеді, қайтадан бізді таба алмай қалады да и кетіп қалады. Бұл ойын мен үшін тым оңай сияқты ма көрінеді. Мен бірінші рет өтіп жатқандықтан ба? Бірінші рет өткенде, ойбай, бірінші рет өткенде деппін ғой. То есть мен осы ойынды бірінші рет өтіп жатырмын, бірақ мен үшін бұл ойын өте оңай достар. Ал сендер осы ойынды ойнап көрдіңдер ма достар? Комментарийға жазып кетіңізші, пожалуйста. Кеттік достар, біздер қайтадан барамыз. Енді сыртқа шығып көрейікші достар. Енді шкала толып тұрған жоқ әзірше. Онда сыртқа шығу, жоқ, сыртқа шығуға мына жерден болмайды екен. Онда мына жақтан шығайық. И міне достар, таптым 15-ші затты. Бұл бізде хот-дог. Осы хот-догты аламыз и кеттік. Осы хот-догты да қазір түтте алып штейн қылып жейтін боламыз ғой. Давай. А дроп деген енді жауап береді. Осылай заттарды алып келуге болады екен. Болды достар. 15 затты 18 минут 13 секундта жинады. Достар, егер де сендерге осы видео ұнаған болса, өтініш достар, лайк басып, комментарий қалдырып, каналға тіркеліп кетейік. Барлықтарыңа рахмет. Қош сау болың.